Сен қазір ойлап қалуың мүмкінсің, ой, мына көлікпен жүрді деп ұят болады ғой, ана үйде тұрады деп ұят болады ғой деп. Ұят ештеңе жоқ. Ұялмайтын нәрседен ұялудың қажеті жоқ. Ұялатын нәрсеге ұялу керек. Намазыңды қаза қылып жүргеніңе ұялсаң, міне әдемі. Өйткені имам Ғазали айтады, адамдарға таң қалам дейді. Адамдардың назары түсетін дене бітімдерін сылап, тазалап, көркемдеп әлек болып жүр ғой дейді. Бұлар неге өйтіп жүр дейді. Олар Алланың назары түсетін жүректерін тазаламай ма, сол жерді реттемей ма дейді. Өзің жүрегің ит болып жатыр, бірақ сен сыртыңды сыланып алып, керемет болып жүргеніңді қалайсың да. Керемет бір машинамен бір адам кетіп бара жатыр. Сен білесің ба, ол машина кредитті екен? Бір адам керемет пентхаузда өмір сүріп жатыр, бір ЖК-дан үй алып алған. Сен білесің ба, ол кредит қалып алған? Алланың ашуына қалып істеп атқан байлықтан, Алланың ашуына қалып жасап жатқан иззат құрметтен, адамдардың қошемет мақтауынан басқа не хайыр күтпекші?